Гүлімді алып, бір қызға кетіп бара жатырмын. Қазір бұйыртса 5 минутта болып қаламын. Сториске саламын. Солай. Сен арманыма, сенші жан жағыңа, талас жоқ сенің талғамыңа. Осылай позитивный настроениемен. Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға қайырлы кеш. Қазір отырып мына қырықша бір есіме түсіп кетіп жатыр. Айтып берейін, я? Алма бақтар гүлденіп, баш қоштынар бүгінді, бірге ойнап жүргілі, бақтылы өмір сүргілі. Алма бақтар гүлденіп, баш қоштынар бүгінді, бірге ойнап жүргілі, бақтылы өмір сүргілі. Хей-хей дейсің. Солай, короче. Сеңе? Араны ұйықтату қандай азап екенін білсеңдер осыңдер. Светтің бәрін өшіреміз. Ұйықтап атқандай кейіп танытамыз бәріміз. Өдіріксейміз құрсын ұйықтату үшін бары. Қазіргі балдар сенбейді ғой үші ұйықтап кеткеніне. Саға бүйтіп қақарап құлағымен тыңдайды үші. Мұна ұйықтады ма деген деп. Біз оны ұйықтата алмай атсақ, ол бізді ұйықтатайын деп үші. Қараватқа жаңағы турецкий сериалын бар еді. Каждый вторник шығады. Есікті жаптым. Все, есік жабық. Кухняға кірем. Нормально естімейді. Арғы жақта ғой. Шай ішіп отырып қарамайын ба. Чухан, Алия, я тебя люблю. Доброе утро всем. Ихар қойсыңдар. Доброе утро болғанда. Жұмыста отқан шашындарда или әбет шыпатсыңдар ма уже? Әбет десіңдер ма? Сағат 1:30 ма? Айлары сабақтан кетіп, мен деген санып сөйтіп өз өзімді сөйтіп ұйықтадым бар ғой. Кеше деген кеш жаттық қой. Сонымен таңертең мен тұра алмай қалдым. Айлаға айттым, Айлараны өзің киіндіріп сабаққа жібере қойшы деп. Таңертең Айла киіндіріп жаңа тұрып жатырмын ғой, көзімді ашып ұйқыдан. Құлағым жүрді андай бітеліп, не істеп тұрды. Дұрыс уақытылы ұйықтамай жүргесін бе? Қою керек дегеніз, 30-ға жақындағанда дұрыс уақытылы ұйықтау керек дейді. Дұрыс уақытылы ұйықтамасаң, андай не боласың дейді. Түнімен сериал қараймын мен қасқана. Турецкий сериал, ақ жауын деп, бәрі бір уақытта шығып келісіп алғандай. Ұйқы бермей жатыр солар. Аман сен қыдырып келдіңіз. Жолыңыз болсын. Ал тәтені шығарып салдық. Енді үйге қайтып бара жатырмын. Турцияға не үшін бара жатыр десеңіздер, жақында маманың туған күні болады. Сол маманың туған күніне арнайы бір тур бронь жасаған болатынмын. Сол турға күштілеп екеуі демалып қайтсын деп, қазір тәтені шығарып салдық. Күшті демалыс болсын дейміз енді. Бір өзім демалып қайтатындай қуанып тұрмын. Бәрімізге осындай күшті демалыстар. Ассалаумағалейкум достар. Өздеріңізге үйреншікті жерден, Исаев ауылынан, анама салып жатқан үйден жалынды сәлем. Қасында Пернехан бауырым. Әдеттегідей, Пернехан жағдай қалай, жақсы ма? Жағдай зор. Күннің суықтығы болмаса, бұлай мощный болып жатыр ға? Бізде енді құмсылақ бітті ма? Почти 80%. Құмсылақ енді бітті, негізі барлық комната полный жаңағы. Қалай айтсам болады, спанып бітті. Просто 80% жатқаны маңдай түзейтін жерлері бар кішкене. Сонымен түзейтін жерлерге раствор ұрып түзеп жатырмыз. Өйткені қисық кеткен жерлердің барлығын түземесек, ертең бізге қиын болады. Сол үшін стена ровно болу керек. Өйткені бізде обой болады. Сол себепті стенаны ровно шығарып жатырмыз. Қазір кеткен жерлердің барлығын растворға лақтырып түзеп жатырмыз. Сондай жұмыстармен кішкене қол ұстап жатыр. Әйтпесе былай толыққанды сылақ бітті. Міне өздеріңізге көрсетіп қояйын. Пернеханның скорысымен бұрқырат отырық кәдімгі, Пернехан айтшы. Сенің скорысымен бұрқырат отырмыз деймін да. Пернехан раствор лақтырғанның өзі бөлек қой, қарамайсыздар ма, әне. Мынаны негізі өте қиын үйтіп лақтырушы. Кеше мен лақтырып көрдім ғой. Жерге бұрырғасын ғой, батпақты құрсын. Міне, оңай емес. Сұлтан лақтырғанның башы айтпай қойайын. Саған мынау бізде зал біткен. Енді мына жақты көрсетейін мен сіздерге. Міне мынау коридор полный біткен. Мына жақта бізде
бір спальный, мына жақта бір спальный, екі спальный ғой. Ол жақта біткеннен ол жақ қараңғы, сіздерге көрсете алмаймын. Мына жақ бізде кухня. Кухнямызда толыққанды біткен, міне бір көріп алыңыздар сіздерге, чтобы түсінікті болу үшін осылай көрсете кетейін. Толыққанды біткен тоже. Бұл жаңа сол түзеткен жерлеріміз, мына жерлер. Мына төбеміз бар, мына жақтарымыз бар. Сонымен енді Құдай қаласа көкататымыз өз мәресіне жетіп жатыр. Алла қаласа ертеңнен бастап уже салады, яғни мына сыланған құмсақтың бетін тегістеп, түзеп, әдемілеп, обойға дайындау. Одан кейін затирка болады. Сосын жаңағы полдың астына арнайы пеноплексін төсеп, пеноплекс төсегеннен кейін чистовой стяжкасын құямыз. Аллаға сосын Балқаш бауырым келеді, әрмен қарай үйде евроремонт басталатын болады. Құдай қаласа сол сәтке дайындалып жатырмыз қазір. Енді күндіз-түн әйтеуір күндемей-түндемей жұмыс жасап жатырмыз. Кішкене ауа райы салқындау болып тұр қазір. Мынаяқтан сквозняк болып жатыр. Сол енді тезірек терезені есікті қою керек болып жатыр ағайын. Соған қазір әрекет жасап жатырмыз. Қазір мына есік терезені қоймаған себебім, қазір білесіздер, мына жердің барлығы шаң, топырақ, батпақ, раствор, соның барлығы терезені бұлғамасын деген ниетім. Раудбунд жақ болғаннан кейін сразу қоямыз Алла қаласа терезені. Сол атак терезе дайын тұр. Міне жұмыстарда әдемі жүріп жатыр ағайын. Күн ыстықта сыламадың ба үйді, күн ыстықта кебетіне де қой деп жатқан адамдар бар екен жаңа. Көп кісілер жазып жатыр да енді маған дайретке. Айналайындар-ау, менде дайын ақша жоқ. Мен прям ақша жинап қойып, сол жинаған ақшама салып жатқан жоқпын үйді. Тойдан ақша аламын, соны үйге саламын. Тойдан ақша аламын, соны үйге саламын. Яғни тапқан табысымды осы үйге салып жатырмын. Солай бұл үй салынып жатыр. Сол себепті жай салынып жатыр. Соны дұрысынан түсініңіздер. Ал егер дайын ақшам болатын болса, баяғыда бригада жалдап, бұл үйге давно кіріп алатын едік біз негізі. Бұл ондай қатты үлкен үй емес, бұл средний үй ғой. Сол үшін әркім өзінің жағдайына, қалтасына қарап жасайды ғой үйде де. Қазақ айтады, көргенге қарап көсіл дейді да. Сондықтан да жақсы сөз сөйлеңіздер, немесе үндемей ақ қойыңыздар. Өтініш қазақ айтады ғой, жақсы сөз сөйле, немесе үндеме дейді. Үндемегендеріңіз абзал. Өйткені әркімнің өзінің себебі бар, әркімнің өзінің жасайтын уақыты бар, жұмысы бар. Сабақ тиген сәтімен дейді, Алла тағала қай уақытқа бұйырады, сол күні кіреміз ағайын.